Уақыт алға жылжыған сайын, кешегі күндей күркіреп өткен сұрапыл соғыстың дүрбелең оқиғалары арасын аулақ тастап, алыстап барады. Жыл өткен сайын бізге ұлы жеңісті сыйлаған, қан майдан шебінде жауға қарсы тұрған ардагерлерімізбен, тыл жұмыстарында аянбай еңбек еткен, барлық ауыртпалықтарды иығымен көтере білген жерлестеріміздің және соғыстың зұлмат тағдыры балалығын құртқан балалардың да қатары сиреп азайып барады. Олай болса, біздің бүгінгі мақсатымыз сол уақыт куәгерлерінің естеліктерін жинақтап сақтау, ұрпаққа өнеге етіп жеткізе білу. Осындай ниетпен өткен жылдардың өшпес естелік атты жоба аясында Ұлы Отан соғысы менің отбасымның тарихында атты айдарын ашып отырмыз. Соғыс өрті шарпымаған отбасы біздің елімізде кем-де-кем. Бүгін өз естеліктерімен бөлісіп, Ұлы Отан соғысы отбасында қандай із қалдырғаны туралы айтып беруге кітапханамызға соғыс ардагері Мансұр атамыздың шөбересі Назил келіп отыр. Назил, Ұлы Отан соғысы сіздің отбасыңызда қандай із қалдырды? Сіздің отбасыңыздан кім осы сұрапыл соғысқа аттанған болатын? Сол туралы айтып берсеңіз. Менің атам Мансұр Жұмаханов. 1921 жылы Алматы облысы Шұбартау ауданында дүниеге келген. Ата-анасынан ерте айырылған. 1941 жылы 74-ші атқыштар полкі 3-ші қосалқы атқыштар дивизиясының құрамында атқыш міндетін атқарып, бірнеше шайқастарға қатысқан. 1944 жылы шайқастан ауыр жарақат алып, өз еліне оралған. Ұлы Отан соғысына ерлік көрсеткен үшін бір қатар марапатқа ие болған. Олар ерлігі үшін, Ұлы Отан соғысына Германия жеңгені үшін, КСРО қарулы күштері үшін медальдармен марапатталған. Ұлы Отан соғысы бірінші дәрежелі медальға ие болған. Мынау менің атамның соғыста жеңіп алған медальдары. Барлық марапаттары, мінекей. Егер қарасаңыздар, осыншама марапатқа ие болған екен Батыр атамыз. Содан кейін Балхаш мыс комбинатында, мыс балқыту цехында еңбек жолын жалғастырған, Балхаш қаласының ардагерлер ұйымының белсенді мүшесі болған, 7 баласын тәрбиелеп өсірген. Мен атамның шөбересі Әлібек Назелмін. Мен атамды мақтан тұтамын. Тамаша. Яғни сіздің атаңыз, осы орайда осындай бір сұрақ тілге келіп тұр. Сіздің атаңыз соғысқа аттанғанда неше жаста еді? Менің атам 21 жасында болған. 21 жасында, өз еркімен майданға аттанған, сұранып, Осы бір жеңісті күнді, 9 мамырды атаңыз қай жерде қарсы алды? Ауыр жарақат алған соң, өз еліне оралуға мәжбүр болған соң, өз елінде марапатталды. Яғни атаңыз соғысты майдан шебін 44 жылы ауыр жарақатпен аяқтап, еліне қайтып, ұлы жеңісті күнді Балқаш қаласында қарсы алған екен. Енді атаңыз соғыстан қай жерден қайтты? Қай жерге дейін барды екен? Менің атам, әкемнің айтуы бойынша, Берлинге жетпей, сол жерде ауыр жарақат алып, өз отанына қайтуға мәжбүр болды. Яғни Германияда аяқтаған болатын. Бір қадам Берлинге жетпей қалған. Атаңыз соғысты аяқтағаннан кейін Балқаш қаласында қызмет етіп, өмірін жалғастырған. Дүниеге 7 баласын тәрбиелеп, сәби әкеліп, оларды тәрбиелеп өсіріп, қатарға қосқан үлкен бір азамат. Сіз атаңыз туралы естеліктерді кімнен білдіңіз? Атаңыз туралы кімнен сұрастырдыңыз? Осы естеліктің бәрін сізге кім айтты? Менің әкем атамның немересі. Әкемнің айтуы бойынша, мен әкемнен барлық мағлұматты білдім. Енді сіздің әкеңізден қалған фотосуреттер, документтер, отбасылық өздеріңіздің бір құжаттарыңыз бар ма? Менде жоқ. Мынау тек қана менің атамның бір ғана суреті. Яғни атаңыздан қалған жалғыз осы сурет. Және мінекей
керемет марапаттары. Атаңыз жайлы осы газет, журналдарда мақалалар басылып, кітаптарда айтылған мәліметтер бар ма? Кітаптан айтылған мәліметтер жоқ. Жоқ. Алайда газет беттерінде, журналдарда жарияланған мақалалары көптеп есептелінеді, Атаңыз туралы тағы не айта аласыз? Яғни Назил атасының шөбересі. Атасын көрмеген, бірақ көрмесе де атасы туралы барлық мәліметті біліп, оқып, қызығып, тарихқа бойлап, барлық естеліктермен бөлісу үшін бізге мінекей болашақ ұрпаққа жеткізу үшін біздің кітапханамызға келіп отыр. Енді ерлік ешқашан ұмытылмайды. Біз соғыс ардагерлері туралы, соғыс ардагерлерінің біразын білсек те, біразын білмейміз. Сондықтан да осы жоба аясында біз айтылмай жатқан, айтылу керек, осы сұрапыл соғысқа қатысқан барлық тыл еңбегінде де жұмыс атқарған барлық ардагерлерімізді, барлық соғыс балалары туралы мәліметтердің бәрін жинақтап, болашақ ұрпаққа өнеге ретінде көрсетіп, тарихты осылай сақтап жеткізуге міндеттіміз. Ешкімге ешқашанда ұмытылмайды. Олай болса, бүгінгі біздің кітапханамыздың қонағы өзінің атасы туралы өнегелі әңгімесін шерткен Назилге көп рахметімізді айтып, осы айдарымызды аяқтаймыз.